Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге өкіметтен 10 сотық жерде қалай алуға болады, яғни қалай кезекке қою керек онлайн түрде, үйден шықпай телефонмен кезекке қалай қою керегін көрсетемін. Оның үшін телефоныңызда интернет және арнайы браузер болса болды. Қазір бастайық. Оның үшін Chrome'a кіреміз. Сосын Chrome'a жазамыз, egov.kz деп жазамыз. Телефонмен көрсететін сіздерге. Османдай мынаны басамыз, версия для ПК деген. Бұны полный версия болып көрінеді. Сосын электронный правительство деген басамыз. Міне осылай ашылады сайт. Сосын мына жерде үстінде ең үстінде жерде YT деген бар. Соны басамыз. Chrome деген таңдаймыз. Сосын осында ашылады. Егер логин парольдеріңіз логин пароль теріп кіресіздер. Егер жоқ болса одноразовый парольмен. Мен жағдайымда қазір логин пароль. Одноразовый парольмен кіреміз. Иіндеріңіз жазасыздар. Телефон нөмірін жазасыздар. Wi-Fi деп жазамыз. Телефонға код келеді, соны жазасыздар. YT система деп басамыз. Системаға кірді. Одан кейін недвижимость деген басамыз. Осы недвижимостьтің астында мына жақта земельные отношения деген басамыз. Осы мына жерде ашылғаннан кейін мынаны басамыз. Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 10 соток деп тұрды. Осыны басамыз. Міне осында ашылады. Заказать онлайн, яғни заказать услугу онлайн деген басамыз. Сосын осында бет ашылады. Сосын жерде басамыз сызықшаны. Сосын осында бет ашылады. Өтініш түрін таңдау. Жерге кезекке қоюды басамыз. Сосын өзіміздің қаламызды таңдаймыз. Қай облыс қаланы таңдаймыз бұл жерде. Сосын мекен жайымызды анықтаймыз. Қай ауданға қарайтынымызды. Сосын бәрін толтырып болғаннан кейін сақтау дегенді басамыз. Сосын жерде галочка қоямыз, птичка қоямыз ана жерге. Сосын ары қарай дегенді басамыз. Сосын жерде қол қою керек болады. SMS кодта, немесе электрондық цифровой подпись. Сізде қайсысы бар, соны таңдап қойсаңыздар болады. Мысалы, электронный подпись таңдадым. Енді жерде таңдауларды таңдайсыздар. SMS код болса SMS код, ECP болса ECP код. Таңдалды, қол қойылды. Енді осыны абырылып болады. 12 жұмыс күні қаралады. Сіздің жеке кабинетіңізден кіріп, статусын қарап отырсаңыз болады.